Стористің практикалық сабағында мен сіздерге бірнеше мысал көрсетейін. Бірінші, мен стористі бастым. Мына жерде салатын суретімді таңдайын. Мен бұл суретті 9-да 16-ға алдын ала дайындап қойдым. Кішкене өңін ашық қылып, жарықтарын теңшедім. Енді ары қарай не істегім келеді? Рисовать дегенді басып, бұны бетін прозрачный фонмен жапқым келеді. Ақпен жауып көрейін. Бетін басып тұрасыз. То есть, мына жерде әппақ болып кетті. Мен қарындашты дұрыс таңдаған жоқпын. Отметить етемде, мынау ең сол жақ шеткі қарындашта тұр. Ортасындағы қарындашты таңдаймыз да бетін басамыз. Яғни, бұның беті ақшыл болып көрінді. Бірақ ақшыл онша емес екен. Мына жерден тамшыны алып, осы жасылды көрейін. Ол болатын сияқты. Тағы бір көрсетейін. Астындағы бояулар тұр ғой, түстер. Соның үстін көп басып тұрсаңыз, қатты басып тұрсаңыз, мынандай да шығады. Осылардың ішінде де таңдауларыңызға болады. Міне, осындай өздеріңізге қалаған түсті. Мынау да жаман емес. Қабаттасып кетті. Маған жаңағы жасыл жарайды. Мынаны ақпен етіп алып тастаймын. Тамшынап барамда, мына жасылға барайын. Осының бір қою жеріне. Қойдым, бетін бастым. Неге? Осындай болып шықты. Енді ары қарай не істегім келіп тұр. Екіншіні таңдайсыз. Мына жерде бір жақсы дүние бар. Міне, суреттің белгісі тұр ғой, домалақ. Осыны басасыз. Мен енді киімдердің крупный планда бірнеше түрі түсірілгенін көрсеткім келеді. Яғни, мен клиентіме матасын көрсеткім келеді. Мынау 4 бұрыш болып келді. Үстін бір бассақ домалақ болады. Тағы бір бассақ жүрек. Тағы бір бассақ жұлдыз. 4 бұрыш. Яғни, 4 бұрыштың өзі қырлы болып тұр. Екіншісінде шеті бітіп доғалданып тұр. Яғни, осыларды мен домалақ қып осы жерге қойғым келеді. Бітіп, мынау шекара көк. Осыдан бейтіп асырып жібермейсіздер. Осы шекарада тұрған дұрыс. Екіншісіне келем. Бәрін әкеп алайын. Төртіншісіне келем. Яғни енді қараңыздар. Осыны мүмкін жоғарғы жағынан бастап кішірейіп төменге қарай үлкейеді. Мына ең жоғарғы қойайын. Шекарағымызды ұмытпаймыз. Екінші қойайын. Сәл кішірейтейін. Бұның үлкендігі жарайтын сияқты. Міне, яғни жоғарыдан осылай тізіп шықтық. Одан кейін бұлай істеуге де болады. Мына жерде рисовайттың ішінде өшіргіш бар, ең соңғы тұрған. Сол өшіргішке келгеннен кейін мынаны ең үлкенге қоямыз да, мысалға мына жерін көрсеткіміз келді. Осының қасына барып, матасы осындай, 100% мақта деген сияқты, балағы, жеңі осындай деп көрсетіп, қасына кішкене ұсақ жазулармен жазып қоюға болады. Немесе бұны мынандайға пайдалануға болады. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мен мыналарды былай ауыстыра тұрайын да.
жаңа өшіргішке барайын. Ең үлкенде тұр. Өшіргіште тұрған жоқ. Қайсысын таңдағанымызды әбден қарап алайық. Ой, атмейді. Осылай өшіргішпен өшірген кезде мінекей оригинал фотоның түсі шықты, соны әкеп мына жерге қоюға болады. Енді бұл жерде фон ақшыл болғандықтан мына жерде қатты байқалмай тұр. Басқа түрдегі фон болған кезде, ашық түсті, қанық түстегі фон болған кезде мынаның шетінде рамка сияқты болып тұрады. Соны пайдалансаңыздар болады. Бұл бірінші мысал. Екінші мысалда біз шрифттарды қоюды көрейік. Мысалға мен мына суретті алдым. Қайырлы таң. Бұл менде бірінші шрифті тұр. Екінші шрифттің түрі мынау. Бұны мен алдыңғы теориялық сабақтарда көрсеттім. Қазір бұларға жеке-жеке анимация қосқан кезде қалай болатынын көрсетейін. Бұның көрсетіп жатқанымның мәні бар. Қазір бір нәрсе көрсетемін. Мысалға мынау билеп тұр. Мынау жоғары төмен шығып тұр. Мынау жанып өшіп тұр. Мынау кеңейіп қайтадан орнына келіп тұр. Мынау оңға қарай жылжып жатыр. Анимацияны алып тастадым. Артындағы фонды алып тастадым. Енді қараңыздар. Мынандай дүние бар. Мынаны үстін басқан кезде астында түстер шығады ғой. Сөйтіп кез келген өзіңіз ұнататын бір түске қарай барасыз да соның палитрасын қолдануыңызға болады. Мынаны көрейік. Мынаны таңдадыңыз. Сосын кейін мынаның сөздердің бәрін таңдайсыз да тура осыны басып тұрып екеуін бірдей жылжытасыз. Көрдіңіз бе? Ең соңғы әріпті қалдырасыз да. Міне готов. Жазуыңыз түрлі түсті болды. Бұл біріншісі. Екіншісі. Бірнеше жолдық текст жаздыңыз да, дәл соның ішіндегі бір сөзді ғана анық қылып көрсеткіңіз келді. Немесе қызылмен белгілейсіз, жасылмен белгілейсіз деген сияқты. Міне, осылай істеуге болады. Смайликтерді пайдалануды көрсетейін. Яғни жаңа мен сіздерге анимацияны не үшін көрсетіп жатырмын деп айтқан едім ғой. Кез келген бір смайлик қоясыз. Мысалға мынаны қойдым. Енді барамда шрифті. Осы шрифті тұрып анимация қосқан кезде мынау жанып өшіп жатыр. Төртіншісінде билеп тұр. Мынада жоғары төмен жылжып тұр. Мынада көрінбей қалды. Мынада осылай жанып өшіп тұр. Оңға солға жылжытып тұр. Яғни міне жанып өшетін қылып істеу үшін мынаның шетіндегі жанып тұрған бояудың өзін өзгертуіңізге болады. Көрдіңіз бе, жасыл болды. Сары болды. Қай түске қоясыз, сол түсте арт жағы жанып тұр. Көрдіңіз бе? Міне. Осылай істеуіңізге болады. Немесе жаңағыдай басқа шрифттарға қойып, осы билет қоюыңызға болады дегендей. Бұл осы үшін не болмаса мынандай бар. Шрифтің ішінде өзіңіз жасап қойған осындай мемоджилар болады ғой. Соларды да қоюыңызға болады.
мысалға мен өзім жасап қойған мына біреуін көрейін. Осыны жай ғана қасына қойып қоюыңызға болады. Сосын осы шрифтті пайдаланып отырып, астыңғы сызықты көп ұзақ басу арқылы бір сызық, ол үшін шрифтті біріншіге, болмаса екіншіге қойып алыңыз. Істеуге болады. Яғни бұны осының астын белгілеп қою үшін. Қазір дұрыстап ортаға тура алайын, ортасына тура келтіріп береді және төбедегі шекараға осылай бүйтіп менің фоным кішірейіп кетіп жатыр. Мынаны сәл кішірейтейін. Астын сызған сияқты оқып қойдым да, тағы да мынандай дүние істеп қоюыңызға болады. Осыны апарып бір жақ басына немесе екі жақ басына да қойып қоюыңызға болады. Бұның түсін өзгерте бересіз де, білесіз оны. Мына сызығыңыздың да түсін өзгерте беруіңізге болады. Осылай. Мынандай бір толық дүние жасап көрейікші. Мына суретті таңдадым. Бұны сүйікті Pinterest'імізден алдық. Енді бұны рисовать басып, ортасындағыны таңдап, мүмкін мынандай бір бетін осындаймен көлегейлейміз. Бұл кішкене ашықтау болып қалды. Бұл емес, маған қаралау керек. Көрінбей тұрғаны. Тым қара болып кетті. Қазір мінекей осылай қойдым. Енді мен бұған не жазғым келеді тағы. Бұған мен мынандай нәрсе тауып қойдым. Бақара сүресінің 185 аятында Рамазан жайлы айтылған. Осыны кілемде вставить етем. Қарасаңыздар, бұл бірінші шрифтта тұр. Басқа шрифттар білмеймін, маған онша ұнамайды. Маған осы бірінші шрифтқа қойып кішірейтем. Бұны өте кішірейтіп жібермеңіздер, көрінбейтіндей. Өйткені сторисқа шыққанда кішкене сапасы құртылады. Осы маған жеткілікті, естеріңізде болсын. Мынау бір жазу нақсап жолдың бір бөлігінде қалып қоймасын. Сондықтан оны толтырыңыз, сол жолды. Осылай. Енді мен барамда мынаның басындағыны былай алып тастаймын. Алып тастаймын да жерге нүкте қойып аяқтап осы жерге қоямын. Аяты деп аяқтаймын. Готов. Енді бұны не істеймін? Дәл осыны осы жерге қойғым келіп тұр. Сәл үлкейтейін. Байқасаңыздар, қолмен үлкейтіп кішірейткен кезде мына қай қалыпта тұр, сол ғана үлкейіп кішірейді. Ал енді мына жақпен үлкейтіп кішірейткен кезде әріптер жылжып өзгереді. Соған мән беріңіздер. Мен әріптерін реттеп алдым. Сосын кейін тағы бір дүние. Мынаның жоғарғы жағында міне. Бұны үйреніп кеткеніміз тегістеу. Ортадан, оң жақтан, сол жақтан, немесе оң жақтан. Маған сол жақтан керек. Өйткені кириллица сол жақтан оңға қарай жазылады ғой.
сол жақтан оңға қарай тегістеліп тұрғаны әдемі көрінеді. Шекараға қойдым. Қазір мен тура ортасына қойып тұрмын. Қазір мүмкін әрлеу барысында тағы орнын өзгерту қалуымыз мүмкін. Мен бұның ішінде бірнеше сөзді түсін қызылға бояғым келіп тұр. Мен жаңағы айтқаным осы. Неге? Осы сияқты бұйрық райлы сөздерді мен қызылға бояп қойғым келіп тұр. Неге? Осылай тұрсын. Енді Бақара сүресінің 185 аяты. Енді қараңыздар. Мына жерде бағана көрсеттім ғой, кифтер. Осылардың ішінен таңдауға болады, немесе бірден мына поискқа жазсаңыздар да шығады. Яғни кифкаларды қалай пайдаланамыз. Ағылшынша Рамадан дейді. Білесіздер оны? Міне, Рамадан десем, көптеген кифкалар шықты. Не болмаса Мүбәрак деп жазып та көрейік. Міне. Қазақшада кейбір дүниелер шығып қалады. Сондықтан ораза қабыл болсын дейді. Міне, осындай дүниелерді пайдалануға болады. Бұл жерге кифкаларды ашқаннан кейін не болмаса, мына поискқа бірден ағылшынша немесе орысша жаза берсеңіздер болады, өзіңізге керекті дүниелерді. Яғни мен қазір поискқа жазып жатырмын. Міне, астында шықты кифкалар. Стикерлер де шықты, смайликтер де шықты, кифкалар да шықты. Мінекей. Осылардың ішінен біреуін пайдаланғым келіп тұр. Осылай істеп қойсаңыз болады. Бұны міндетті түрде шекараға емес, осы жоғары жағына қойып қойсаңыз, не, осылай болып тұрады. Бірақ бізге бұл артық дүние сияқты. Біз қашанда минимализмді қолдайтын жандармыз, солай ғой. Сондықтан мен бұған не қосқым келіп тұр, тағы да сілтеме қосқым келіп тұр. Яғни ссылка қоямын. Бұл жерге мен тағы да мына жақтан ютубтан мынандай бір жақсы нәрсені тауып қойдым. Енді осыны сілтемесін аламын. Яғни тағы да көрсетейін. Поделиться деген астында тұрады. Астында копировать ссылку деген тұрады. Не, тағы көрсетейін, не? Бірінші тұрған. Осыны әкелем де жерге вставить деп қоям. Мына жерге керемет сұхбат деген сияқты бір сөздерді жазам. Мінекей. Қараға өзгерттім, өйткені біздің фонымыз бәрі қара болып тұрғандықтан. Бұны сәл кішірейтуімізге болады. Үстемізде өстіп ортаға қойдық. Енді жаңа кифканың ішінде жми, яғни нажмите дегенді жми деп қысқартып жазуға болады ғой орысша. Соны қарап тұрсаңыздар, қазақшада бар. Мұнда бас деген сияқты. Мен көбінесе мынаны пайдаланып жүрмін, байқап жүрсіздер. Бұны кішірейтіп әкелемде, яғни мынаны басу керек екенін адамдар түсінбей қалмас үшін үстіп міне осылай қойып қоям. Кішкене тағы да үлкейткім келіп тұр. Жоғарылау қояйын. Мына жерде былай істеулеріңізге болады, бағана көрсеткендей. Яғни бұны үлкейтейік. Көрдіңіз бе? Не болмаса тура ортасынан немесе мына тура сүренің үстін не көрдіңіз бе? Осылай белгілеп қоюларыңызға болады. Яғни ар жағындағыны анық көрсетіп тұр.
өшіргіш арқылы анық көрсеттік. Енді бұған тағы артық ештеңе қойғым кеп тұрған жоқ. Мына жоғарыдағыларды Рамадан деп тұр ғой, оларды қойсаңыз сіздің сторисіңіз бірінші көрінеді. Бірақ бұл артық болып кетейін деп тұр. Мен енді бұған ән қосайын. Қараңыздар. Мына жерге қазақша әндерді іздеуге болады. Ораза деп шықты. Шүкіршілік, дұға тілек, маған жақсылық жасап жасайықшы деген Қуандық Рақымның әні. Байқасаңыздар, мына жерге келген кезде мен әннің дауысын өшіріп тастадым. YouTube-ға салу үшін бұл әнді қосуға болмайды екен. Авторлық құқығы қорғалғандықтан. Сол үшін өшіріп қойдым. Бірақ бұл жерде жақсылық жасап жарысайық деген Қуандық Рақымның әні таңдалып дауысы шығып тұрады. Неге бөлісіп жатырмын. Яғни байқасаңыздар, мен жаңа музыканы қосқаннан кейін сөйлей алған жоқпын, өйткені музыка менің даусымды басып кететін болғандықтан. Музыканы қосып болғаннан кейін жаңа бір жақ шетіне тыға салсаңыздар, музыканың дауысы ғана шығады да, өзі жаңа суреттері көрінбей тұрады, жасырып қоюға болады солай. Жаңа гифкаларды көп жерде пайдалануға болады. Мысалға, тағы бір жаңағындай жерге сілтеме қояйық кез келген. Жаңағы сілтемені қоя салайық. Мына жердегі жерге YouTube деп жазылайық. Осылай қойдық делік. Енді бұны жаңа біз жымай деп бас дедік қой, енді бұны былай істеуге болады. Стрелка. Анадай қозғап тұратын. Мына жерде смайлик стрелкалар, гифкалар шықты. Көрдіңіз бе? Сол гифкалардың кез келгенін пайдалана беруге болады. Яғни бұны алып алғаннан кейін оңға солға астыға үстіге бүйтіп жылжыта бере аласыз. Шілейтуге де болады. Жоғарға бір нәрсе қояйық. Саған міне осындай бір кино шықты, сілтемесін мынандай жерде деген сияқты қылып, мынандай тәртіпте қоюыңызға болады. Бізде бүйтіп әкеліп деген сияқты, осының сілтемесі осында деп. Осындай дүниелер бар, гифкалар бұлар. Біз енді стористің өзінің мүмкіндіктерін пайдалана отырып жасап көрдік. Келесі сабақтарда қосымшаларды пайдалану арқылы жасап көрсетеміз. Енді сіздерге тапсырма осы стористің өзінің мүмкіндіктерін пайдаланып отырып бір тамаша эстетикалық бірнеше сторис салыңыздар өздеріңіздің жеке парақшаларыңызға, бизнес парақшаларыңызға, және соның сілтемесін тапсырма тобына жібересіздер.